Аллам панасына алғай. Мереке Қалбаева қаралы хабар жеткізді. Бұл туралы ол өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Блогер Мереке Қалбаева әлеуметтік желіде группаласынан айырылғанын айтып, оқырмандарына қаралы хабар жеткізді. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Дұғаларыңызға қосыңыздаршы. Группаласым Мөлдір өмірде өте көп қиыншылық көрді. Сынақтан сынаққа кезікті. Аллам панасына алғай. Осы инстаграмға салғанда өте көп жандар көріп, тілеуін тілеп отыратын еді. Алла разы болсын сіздерге. Қаралып, тексеріліп жүрейікші, қыз келіншектер, деп жазды блогер. Құрметті көрермендер, бұл жаңалықты оқып, шыны керек, қатты ойға қалдым. Әр адамның тағдыры әр қилы. Біреу өмірде молшылыққа бөленсе, енді біреудің жолы үнемі сынаққа толы болатыны жасырын емес. Мереке Қалбаеваның группаласы Мөлдірдің өмірінде көп қиындық көргенін айтқан екен. Бұл бізге үлкен ой салады. Өмірдің әрбір күні біз үшін сынақ екенін, ештеңенің мәңгілік еместігін тағы бір рет еске түсірдік. Осындай қаралы хабарды оқығанда уақытында бағалай алып жүрміз бе деген сұрақ туындайды. Күнделікті күйбең тіршілікте бір-біріміздің қадірімізді білмей жатамыз. Адам кеткеннен кейін ғана, әрине әрдайым емес, бірақ кейде адам кеткеннен кейін ғана түсінетініміз өкінішті. Сондықтан да тірі кезінде жақындарымызға жылы сөздерді аямай айтуымыз керек, көңіл бөліп, қолдау көрсету де өте маңызды. Блогердің қаралып, тексеріліп жүрейікші деген сөзде орынды. Себебі денсаулық ең үлкен байлық. Өкінішке қарай, көп адам денсаулығына мән бермей жүріп, кеш аңғарады. Әсіресе әйелдер қауымы шыдай беремін, уақыт табылмайды деп жүріп, өзіне қарауды кейінге қалдырады. Бірақ шын мәнінде біз өзімізге қараған сайын ғана отбасы, бала-шаға аман болады. Меніңше Мөлдірдің тағдыры арқылы біз бір-бірімізге жанашыр болуды, қолдауды, сондай-ақ өз денсаулығымызды бағалауды үйренуіміз керек. Бұл жай ғана қаралы хабар емес, қоғамға берілген үлкен сабақ деп ойлаймын. Марқұмның жатқан жері жайлы, иманы саламат болсын. Артында қалған жақындарына сабыр тілеймін.